Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сызба сызықтарының түрлері. Сабағымызды бастаймыз. Сызбада заттарды кескіндеу үшін түрлері мен жуандығы әртүрлі сызықтар стандартқа сәйкес қолданылады. Сызбаға түсірілген қандай да болмасын сызықтың қолданылуына өлшемі мен сызбаның күрделілігіне қарай белгілі түрі болады. Сызықтарды бұлайша бөлу кескінделетін заттың пішінін нақты және айқын анықтауға мүмкіндік береді. Стандарт бойынша жуандығы мен сызылуы әртүрлі 9 сызық түрі берілген. Сызба орындағанда сызықтың келесі түрлері қолданылады. Олар тұтас, үзілме, нүктелі үзілме және үзік сызықтар. Ол мына суретте көрсетілген тұтас негізгі сызықтың жуандығына қарай кейбір сызба сызықтарының сызылуы мен жуандығы көрсетілген. Берілген сызбадағы біртүрлі сызықтардың жуандығы бірдей болуы керек. Үзілме сызықтардың ұзындығы және олардың арасындағы аралық шаталмас болуы қажет. Нүктелі үзілме және үзілме сызықтар сызықпен басталып аяқталуы керек. Өш және орталық сызықтар сызықтармен қиылысуы керек. Шеңбердің диаметрі 12 мм-ден кем болса, онда өш сызығы үзілместен кескінделеді. Балалар, қазір сендерге мен сызықтардың негізгі міндеттерін түсіндіретін боламын. Бірінші, тұтас жуан негізгі сызық көрінетін контур сызығын, өту сызықтарын және тілік және шығарып кескінделетін қималардың контурын кескіндеу үшін қолданылады. Үзілме сызығы көрінбейтін контур сызықтарын кескіндеу үшін қолданылады. Және де тұтас жіңішке шығару және өлшем сызықтарын, тілік пен қиманың сызықтау көмекші тұрғызу сызықтарын және әртүрлі астыңғы сызықтар мен қосымша сызбаларды кескіндеу үшін қолданылады. Нүктелі үзілме жіңішке сызық. Біз бұл сызықты өш және орталық сызықтары, тілік сызығы, түсірілген және шығарып көрсетілген тіліктің симметрия өз кескінделетін сызығын салып көрсетеміз. Бізде келесі сызық тұтас ирек сызық. Үзілу сызба түрін және қиманы шектеу сызығын бейнелеу үшін қолданамыз. Үзік сызық қима мен тіліктің қиюшы жазықтықтарының орналасуын белгілеу үшін қолданылады. Қос нүктелі үзілме жіңішке сызық бұйымның бөліктерін шекті немесе орталық жағдай орнын кескіндеуге немесе жайып көрсетілген сызбада бүгу сызықтарын көрсетуге арналған. Сызық түрлерін пайдалану үлгісі міне суретте көрсетілген. Бірінші, қима сызығы А. Екінші, өту сызығы, шығару сызығы, өлшем сызығы, көрінбейтін контур сызығы, сызықтау сызығы, көрінетін контур сызығы, өз сызығы және орталық сызығы осылай белгіленеді. Балалар, енді сіздерге тапсырма, қандай да болмасын сызбаны парақта орындауларыңыз қажет. Қазір сіздерге оның орындалу ретін түсіндіретін боламын. Бірінші, қажетті пішім парағын дайындайсыздар. Жақтауын жүргізіп, негізгі сызу графасын сызады. Бейнелердің орналасатын орындарын белгілеп аласыздар және ол сызба парақ бетінің 75%-нан кем емес орын алуы қажет. Екінші, өш және орталық сызықтары жүргізіледі. Алдымен радиусы кіші, содан кейін радиусы үлкен доғалар мен шеңберлер жүргізіледі. Горизонталь, вертикал және көлбеу түзу сызықтарын жүргізіледі. Бұл сызықтар қатты қарындашпен Т немесе 2Т қарындаштармен сызылады. Сыртқы сызықтарды басып көрсету реті олар алдымен радиусы кіші, содан кейін үлкен доғалар мен шеңберлер, горизонталь, вертикаль және көлбеу сызықтар, үзік сызықтар, көрінбейтін контур сызықтары және де өз орталық сызықтары, сызықтау, шығарып көрсету және өлшем сызықтары, өлшем сызығының ұштары, өлшем сандары, сызба жаулары жазылады. Негізгі жазу жақтауы мен графасының сыртынан басып сызады. Оны толтырады. Басып көрсету сызығы белгіленген жіңішке сызықтармен беттесуін көздей отырып, тұтас негізгі сызықтар М немесе TM қарындашымен қатты басып сызылады. Сызбаның сапасы жоғары және оқуға ыңғайлы болуы сызықтарды дұрыс пайдалануына, оның қалыңдығын таңдауына, үзілме және нүктелі үзілме сызықтарды ұқыпты орындауларына байланысты.
Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі бізде бақылау сұрақтары. Бірінші сұрақ: сызбадағы негізгі тұтас сызықтың S қалыңдығын қалай шектеуге болады? Екінші сұрақ: орталық сызықтықтардың қиылысқан жерін қалай рәсімдейді? Үшінші сұрақ: сызуда қолданылатын сызықтар типін атаңдар. Төртінші сұрақ: үзілме сызықтар сызбада не үшін қолданылады? Бесінші: жіңішке сызық сызбада не үшін қолданылады? Алтыншы: сызықтау қандай сызықпен орналасады? Балалар, сабақтарға қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.